Иран Тегеран әуежайы маңында украиналық ұшақты әскерилердің қателесіп атып түсіргенін мойындап, бұл адам факторынан болған апат деді. Бүгін таңда Иран қарулы күштерінің бас штабы ұшақ құпия әскери орталығына қарай бағыт алғандықтан, оны жау нысаны деп ойлап қалғанын айтты. ақш-пен қарым-қатынастың ушығуына байланысты сарбаздар соғысқа дайын отырды. Иранның сыртқы істер министрі Джавад Зариф Твиттерде ұшақ апатынан қаза болғандардың отбасыларынан кешірім сұрады. Қайғылы күн. Қарулы күштер жүргізген ішкі тергеудің алдын ала қорытындысы мынадай. ақш кесірінен туындаған дағдарыс кезінде адамнан қателік кетті. Иран үкіметі бірнеше күн бойы батыс жетекшілері мен сарапшыларының ұшақты ирандық зымыран атып түсірді деген мәлімдемесі жоққа шығарып келген. Бастапқыда ұшақ техникалық ақауға байланысты құлады деп айтылған. Алайда зымыран шабуылы болғаны туралы видеожазбалар тарағандықтан бұл болжамға күмән пайда болды. Украинаның халықаралық әуе желісі компаниясына тиесілі ұшақ Тегераннан Киевке ұшқан. Ұшақта Канаданың 57, Иранның 82, Ауғанстанның 4, Германияның 3, Ұлыбританияның 3, Украинаның 11 азаматы болған. Канадалық студенттер оқудан үйге қайтудың Украина ұшағы арқылы арзан болатынын ескеріп, осы жолды таңдаған. Әуе кемесіндегі 176 адамның барлығы қаза болды. Украина президенті Владимир Зеленский Иран ресми түрде кешірім сұрап, кінәлілерді жазалап, зардап шеккендерге компенсация төлеуді талап етті. Не жаңалық парақшасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Басты ақпарат 24 сағат бойы біздің назарда.